іс-шарада барлық атамыздың өмір баянына тоқталып кеттік. Балалардың сұрақтарына біраз жауап бердік. Жасөспірімдердің жаңағы негізгі сұрақтары жаңағы атамыздың өлеңдерінің қандай өлеңдермен шыққан туралы сұрақтар болды. Өте жоғары дәрежеде өтті деп ойлаймын. Осы мұражайға, музейге рахметімізді айтамыз. Былтырда осы жерде бүкіл қазақ ақындарының домбырасын көшірмесін жасаған еді. Ол да бір жақсы үлкен іс-шара болған. Рахмет айтамын сіздерге, көп рахмет шақырғандарыңызға. Бүгін мына республикалық мұражайда кенен аталарыңыздың 140 жылдық мерекесіне арналған үлкен мәдени іс-шара өткізіліп жатыр. Атаның әндерін, өлеңдерін еске түсіріп, өмір жолдарын еске түсіріп, бір мынау жас бала оқушылардың алдында көп іс атқарылып жатыр. Осы іс-шараны ұйымдастырған мұражай қызметкерлеріне, мынау жиынға келген оқушыларға, барлықтарыңызға кенен ұрпақтары атынан үлкен алғысымды айтамын.